Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы сабақта сіздер менен физика туралы қысқаша ғана шолу жасап, тапсырмалар берілген физикалық құбылыстарға қандай құбылыстар жатуы мүмкін деп. Кейбір балалар өте жақсы тапсырманы орындап жіберді. Өте алғысымды білдіремін ол балаларға. Енді біз қайта бір шолу жасап көрейік. Сонымен балалар, физика нені зерттейді? Физика табиғат туралы ғылым. Оның негізгі мақсаты табиғатта болып жатқан әртүрлі физикалық құбылыстарды зерттеп, оларды өзара байланыстыратын заңдарды ашу. Физика табиғаттағы денелер мен құбылыстардың неғұрлым жалпылама қасиеттері жайлы ғылым. Оның міндеті құбылыстардың мәнісі мен ішкі заңдылықтарын ашу. Бұл негізгі мақсаты мен міндеттері болып табылады. Физика пәнін оқып үйренуде қолданатын белгілі бір ұғымды, затты құралдарды білдіретін сөздер бар. Оған біз физикалық дене, зат, материя, физикалық құбылыстар, физикалық шамалар, физикалық құралдар. Физикалық дене дегеніміз не? Ол көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын белгілі бір пішіні бар нәрселерді айтуға болады. Мысалы, орындық десек, ол физикалық дене. Зат дегеніміз сол дененің сапалық қасиетін білдіретін бір түрі. Яғни, жаңағы орындығымыз дене болса, оның затты құрамы не? Ағаш болып табылады. Физикалық құбылыстар дегеніміз не? Бұны алдыңғы сабақта бөлімдер бойынша көрсеттім. Ал физикалық шама дегеніміз не? Ол белгілі бір құбылысты сипаттау үшін сандық мәнімен және өлшем бірлігімен берілген шама дейді. Ол қалай? Құрметті оқушылар, біз былай үйден шығып мектепке дейін 3 километр жол жүрдім дейсің. Яғни, бұл сізде 3 километр жол деген сіздің физикалық шамаңыз болып табылады. Яғни, сіздің жүріп өткен қашықтығыңыз. С немесе L деп белгілейміз. Келесі физикалық құралдар дейді. Біз физикалық шамамен танысамыз, оны қалай анықтаумен танысамыз, формулаларды қолданып есептер шығаруда. Енді оны қалай өлшеуге болады? Өлшеу үшін бізге әрине құралдар керек. Адамның температурасын өлшеу үшін біз білеміз термометрді қолданамыз. Заттардың салмағын анықтау үшін таразыларды қолданамыз. Ал күшті анықтау үшін динамометр деген құралды мен өлшейтінбіз. Тура сол сияқты әрбір физикалық шаманы өлшейтін өздерінің құралдары болады. Міне, қарап отырсаңыздар, өте жақсы берілген. Материя дегеніміз ол бүкіл әлемдегі барлық заттардың барлығы материя болып табылады. Физикалық шама, физикалық шамалар, физикалық құралдар. Енді механикалық құбылыс, электрлік құбылыс, магниттік құбылыс, оптикалық құбылыс, акустикалық құбылыс, жылулық құбылыс, атомдық құбылыстарға өте жақсы мысалдар келтірді біздің балаларымыз. Енді жеке-жеке қарайық. Механикалық құбылыс, көліктің жүруі, әуе шарының аспанға көтерілуі, ғаламшарлардың қозғалысы. Барлығы әрине механикалық құбылыс. Бір орыннан екінші орынға қайтеді, уақыттың өтуіне қарай орын ауыстырып отыр. Келесі, мына суретке қарасаңыздар, бұл электрлік құбылыс. Найзағайдың жарқылдауы, суды қайнату, компьютерді қолдану, электрмен дәнекерлеуде біз айтамыз, электрді қолданамыз. Бұның барлығы бізде электрлік құбылыс болып табылады. Келесі магниттік құбылыс. Денелердің магниттелуі, немесе бір дененің екінші дене тартылуы, магниттің өзара әсері. Тұрақты магниттерді катушканың әсерінен тоқтың пайда болуы, Фарадей заңы деп келесі бір тақырыптарда оқитын боламыз. Келесі оптикалық құбылыс. Оған не? Күннің, айдың тұтылуы, шамның жануы, кемпір қосақ, жарық дисперсиясын көруге болады. Бұл жерде сіздерге бір сұрақ қойылады. Кемпір қосақ қайдан пайда болады? Жаңбыр неге жауады деген сұрақтарға жауап берсеңіздер жақсы болар еді. Акустикалық құбылыстарға не? Дыбыстың, ұшқан ұшақтың дауысын естиміз, дыбыс толқындары, дыбыстық резонанс дегеніміз не? Камертон деген құрал бар, сол арқылы анықтауға болады. Атомдық құбылыстар, атомдық реактор, атомдық бомба, ядро құрылысымен танысуға болады. Олардың барлығы бізде атомдық құбылыстарға жатады екен. Келесі біз физикамен байланысты ғылымның басқа салалары дейді. Бұл пән
барлық пәндермен тікелей байланысты. Сіздер көріп отырғандарыңыздай. Сонымен, құрметті оқушылар, физика пәнінің негізгі мақсаты не болыпты? Табиғатта болып жатқан әртүрлі физикалық құбылыстарды зерттейді. Оларды өзара байланыстыратын нені ашу екен? Заңдарын ашу екен. Бұл физиканың негізгі мақсаты. Және физика қандай ғылым? Табиғаттағы денелер мен құбылыстардың неғұрлым жалпылама қасиеттері жайлы түсіндіретін негізгі ғылым. Бұл жаратылыстану ғылымдарының бір бөлігі болып табылады. Келесі біз әрине еске сақтау керекпіз. Физика пәнінде терминдерді ағылшын тілінде жазатын дәптер бастап, соған жазып отырамыз. Физика, physics, the nature, physical experiments, the theory, physical science, the device, system of units, body, substance, matter, the moment, experience, laws. Бұлардың барлығы физика пәніне байланысты негізгі терминдер үш тілде беріліп тұр. Осында қарастыра кетуге болады. Осы жайында сіздер бөлек дәптер бастап жазып отырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге берген тапсырма түсінікті, кемпір қосақ қалай пайда болады?